Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге осындай коронаны жасап көрсететін боламын. Мен бұны 2 күн бұрын жасап дайындап қойғанмын. Яғни бізге корона жасау үшін кемінде бір 2 күндей қажет болады. Мен бұны осындай ыдысқа орап 2 күн бұрын, не болмаса 1 күн бұрын қатырып қою керек болады. Біздерге біріншіден корона жасау үшін осындай ыдыс, не болмаса күнделікті асханада қолданатын банкілерді қолдансаңыз болады. Яғни банкіге дәл осылай орап жасауға болады. Мен көк мастикадан жасадым. Енді қызға осы розовый мастикадан коронаны кесіп қалай орауды көрсететін боламын. Бізге міндетті түрде осы линейкамыз керек болады. Мен алдын ала осы розовый тестамды жайып алдым. Екі жағын бірдей етіп кесіп аламыз. Мына жері 8 сантиметр, ал екінші жағынан да 8 сантиметр өлшеп аламыз. Осылай кесіп аламыз. Кесіп болып, біз міндетті түрде мынау ыдысымызға орап көреміз. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Осылай кесіп алып тастаймыз. Осындай біз қазір үшкіретіп кесіп алуымыз керек болады. Мен бірінші сразу кеспестен бірден бұлай сызып шығамын.
міне біздің коронамыздың основасы дайын. Енді бұны орап көреміз. Міне осылай крилеп қоятын боламыз. Егер де коронаңыз тұрмай құлап кетіп жатса, осындай пакетті кесіп аламын. Бұл пакетпенен осылай орап, бір күнге орап байлап қойсаңыз болады. Мына мінекей. Осылай бір күн қалдырасыз. Бір күннен кейін пакетті алып тастасаңыз, қатты қыспай байлаймыз. Бір күннен кейін біздің коронамыз қатып дайын болады. Вот осылай. Бұны енді бір күн тиіспей қалдырамыз. Бір күннен кейін біздің коронамыз осылай қататын болады. Бұл бізде бір күннен кейінгі дайын түрі. Енді бұған біз бұл коронаны әдемілейміз. Әдемілеу үшін бізге осындай силиконовый формочкалар керек болады. Мұндағы формочканы осыған мастиканы салып шығарып, дайын күйде алдына жабыстырып қойсаңыз да болады. Не болмаса мұндағыны әр жеріне бұлай жабыстырып шықсаңыз болады. Қазір мен бұның көмегінсіз қалай әдемілеуге болатынын көрсетемін. Енді бізге розовый емес, көк тестамыз керек болады. Енді бұны екіге орап, бұл коронамыздың төменгі жағына кетеді. Коронамызды аламыз. Коронамызға орап тастаймыз. Мінекей әдемі болып шығады.
мына осылай. Енді біз мынадан 4 штук 4 штукты шығарып аламыз. Мына біздің мастикамыздан жасалған коронамыз дайын. Енді бұны біз золотистый не болмаса серебряный кондуринмен боясақ өте әдемі болып тұрады. Бұны көбіне көк түстісін ұлдың тортына қойсаңыз болады. Бұдан да басқа түрлерін дайындауға болады. Мен сіздерге ең оңай әрі қарапайым түрдегі коронаны көрсеттім. Сіздерге менің осы видеом, яғни жасаған коронам ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.